Сирек кездесетін көне қолжазбалар халық назарына ұсынылды. Көрмеге хандар шежіресі Мұхаммед Хайдар Дулатидың тарихи Рашиди шежірелер жинағы, Абылай ханның Тобыл губерниясының губернаторы Чечеринге жазған хатының көшірмесі сынды 18-19 ғасырдағы сирек кездесетін материалдар қойылды. Сондай Қазақстанның тарихынан сыр шертетін Шоқан Уалиханов, Василий Радлов, Лев Гумилев, Мұхаммеджан Тынышбаевтың еңбектері де көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Ал 12-20 ғасыр аралығындағы парсы, орыс, моңғол, қытай, түрік және батыс дерек көздеріндегі материалдар төл тарихымызды тереңнен зерттеуге мүмкіндік береді дейді ғалымдар. Осы тарихи жәдігерлердің әр қайсысында қазақ хандығына байланысты тың деректер бар. Бүгінгі өтіп жатқан көрме үлкен маңызы бар. Біздің тарихымызға қатысты негізгі зерттеулердің бәрі осы ғылыми кітапхана қорында сақталған. Бұл жерде қазақ тарихына байланысты 19-20 ғасырдың басында шыққан зерттеулердің дені қойылған. Ең біріншіден әрине ол көне сирек кездесетін қорының кітаптары, екіншіден Ресей империясы кезінде жазылған зерттеулер, одан кейін кеңес үкіметі тұсындағы жасалған ғылыми еңбектердің осы көрмеде бәрі қамтылған. Қазақ хандығы қай кезде пайда болды, қазақ хандығы қай жерде пайда болды, Қазақстан қай өлкесінде пайда болды. Осы көптеген еңбектер арқылы біз біле аламыз.